Соғыста қайтыс болғандар қазір қайда? Міне нағыз сұрақ. Оны жер бетінде болып жатқан оқиғаларға қанша адам қайтыс болып жатқанға қарап бағаламаңыз. Олар көкке жеткенде оларға не айтылатынына қарап бағалаңыз. Әт-Тирмизидің сенімді хадистерінде келген пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам олар туралы айтқанын тыңдаңыз. 1421 хадис. Кімде-кім өз мүлкін қорғап қаза тапса шахид болады. Кімде-кім өз дінін қорғап қаза тапса шахид болады. Кімде-кім өз-өзін қорғап жатып қаза тапса шахид болады. Кімде-кім өз отбасын қорғап қаза тапса шахид болады. Құранның 3-ші сүресі 169-шы аятында Алла жолында қайтыс болғандарды өлі деп санама, оларды өлді деп те айтпа. Олар айтады: "Бәл ахия", олар тірі. Алла оларды ризық несібеге бөлуде. Әрі қарай Алла айтады: "Олар Алланың берген шексіз нығметтеріне дән риза, әрі жер бетіндегі әлі көкке жетпеген бауырларына сүйінші хабарлары бар. Көкке жеткендеріңде қорқатын еш нәрсе жоқ, жабырқау да жоқ." Әрі олар Алланың берген нығметтерімен шексіз шарапатын айтып қуануда. Сезімдеріңізді ретке келтіріп анық түсініңіздер.